Сәлем достар, бүгін біз сіздердің айтқандарыңызша Токалайф ойнайтын боламыз. Так, мына есікке кіреміз да, адам шығарайықшы. Так, міне 3 адамды шығардық, достар. 3 адам шықты. Енді біз мына шетке кіреміз. Так, ана қыз мұнда, ол шетте мына шетке келді. Енді біз мына шетте сыртке түссек болады ма деп қыздан сұрадық. Біраздан кейін түсесіздер деді. Содан кейін біз жарайды деп мына қыздың қасына жолаушы болмадық. Мына паласты алайық. Так, осылай аламыз. Және жүреміз да мына шетте бізде осындай паласты мұнда қоямыз. Енді осында қойдық. Енді осылай тұрады. Біз сыртке түсеміз. Так, осылай түсеміз ба, әлде басқаша түсеміз. Так, қолымызға бөпені алып аламыз да осылай қоямыз. Енді біз мына қызды аламыз. Аламыз. Так, осылай аламыз да. Енді бұны мұнда қоямыз. Ойына ұстап алыпты. Камераны алды қой басын. Жарайды. Енді біз суретке түсеміз. Так, суретке түстік. Мінеки осындай сурет шықты. Маған өте қатты ұнады. Сіздерге көрдіңіздер ма? Күшті. Анасы, бөпесі, әпкесі. Әпкесінің аты Әлия, ал бөпесінің аты Айкерім, анасының аты Розагүл. Енді мұнан алып, мұнда қоямыз да. Енді біз одан шығамыз. Келдік далаға. Енді біз бұлай жүреміз. Жүре береміз да. Мына шетке кіреміз. Так, күтеміз. Пицца жасайтынға кірдік. Қазір осы жерден біз пицца сондайлар жасаймыз. Так. Мына баланы неға қояйық. Қазір біз қыздарды шығарамыз. Есесті қарайық. Бөпесін қолынан алып алыппын. Енді біз мына тәте бұлай айтыпты бізге. Жарайды, мен сіздерге қазір әкеп берем деді. Мен оларға қазір барып мен өзім аламын, жасап береді. Сонда солай мына қызды мұнда отырғыздым да осында отырайын дедік. Сосын барып мыналарды мұнда қойып, сәлеметсіз бе деп айтты мына кісі. Содан кейін мен отырайын дедім. Бөпені алайын десем, соскасы түсіп қалыпты. Енді сол сосканы алдым да бөпеніге бердім, отырдым отырдым. Енді біз мына шетте мынаны істейміз да, осы сүйкімді қыздарды шығарамыз. Енді осылай істейміз да. Біздің заказ дайын болып қалыпты. Бізге айтып берді. Бізге уже заказымызды береді. Қазір береді заказымызды уже. Так, біздің заказымыз мынандай. Осы. И сосын тағы да. И осы үшеуін маған беріңізші. Дедік, осы соқты ішіп болғаннан кейін біз пицца жейміз. Қазір көреміз. Так. Бұл шетте өте көп зат бар екен.
Так, осында қоямыз. Енді осында үшеуінде апарамыз. Мына қызға береміз. И сосын барып біз мына шетте істеп көреміз. Бұл шетте орындық екен. Осында күшті орындық екен. Балаларға арналатын. Неше үлкендер отыратын. Так, мына шетте официант тұр. Официантты мыналарға береміз. Так, осыларға береміз. Так, 3, 7. Так, енді біз кеттік деп ақшасын берді. Так, енді бұл мұнаның қызы негізі. Осы тәтенің қызы. Ал бұл бала официантның қызы, баласы дегенім. Достар, біздің видеомыз ұнап келе жатыр ма? Біз пицца аламыз. Как раз 3 пицца келді. Енді сол 3 пиццаны жейміз да қайтамыз үйімізге. И сосын жейміз да дегеннен біз жейміз, сосын ары қарай не істейтінімізді өздеріңіз көресіздер. Так, осылай істейміз, ішеміз. Бүкіл мына қызға береміз, өйткені ол қыз ғана жей алады. Бөпесі жей алмайды. Бөпесі өзі собын ішіп отыр, бірақ анасы келем дегенше бітіріп қойған екен. Так, осыны аламыз. 1-ін, 2-ін, 3-шін аламыз. Так, пицца салайық. И сосын осылай ашамыз. Да, мына пиццаны саламыз. Содан кейін барып біз пиццаларды шығарып болдық. Енді барып сок аламыз да, сокты ішеміз. Өзіміздің қалағанымызша іштік. Енді біз пиццаны бір-бірінің үстінен қойайық. Тәртінен өшіп тастаймыз. Енді достар, пиццаны қолымызға қоямыз да, бұл шеттен біз шығамыз, достар. Шығамыз. Міне, достар, мінекей біздің даламыз. И осы жерге кіреміз. Все, кірдік. Енді біз шетте мынаны басамызды, сұлу қыздарды шығарамыз. Содан кейін барып бүйтіп пицца келдік. Пиццамен келдік. Бөпе аюдың үстіне отырып алыпты. Так, енді достар, шетке қоямыз да, бөпені кроватқа жатқызамыз. Бөпе кроватқа жатты. Енді достар, шеттен шықылдатамыз. Так, шықылдаттық. Сау болыңыздар, достар. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.